Пеноблок дейсің бе? Бізде киіз болған. Жазда салқын, қыста жылы. Табиғи изоляция. Көгерген деген жоқ. Ей, тоңазытқыш дейсің бе? Бізде саба бар. Бұл терлегенде қымыз өзі салқындайды. Физиканы оқы. Тоқта, сен қазір химикаттар қолданып жатырсың. Біз жүн жуу үшін күл мен шөпті қолдандық. Одан кейін тіпті су да өтпейді. Протеин батончик дейсің бе? Біз сүрет жедік. Тұздап, кептіріп, айлап сақтадық. Керек болса тамақ жасайсың. Ей, су өткізбейді дейсің бе? Біз былғарыны түтінге ұстадық. Осыны айтады су өтпейді деп. Өмір бойы ұстайсың. Ей, сникерс жеп жүрсің ба? Біз құрт жедік. Нағыз күш береді, ешқашан бұзылмайды. Өзіңмен бірге алып жүресің. Ей, GPS дейсің бе? Киіз үйдің есігі әрдайым оңтүстікке қараған. Уақыт пен бағытты көрсетеді. Тыңда. Суық ішімдік емес, ыстық шай салқындатады. Дене өзі суиды. Өскенде өзің түсінесің.